Оқушылар, математика сабағын бастаймыз. 56-57 беттерді ашып дайындала қойыңдар. Тақырыбы аудан. Ауданның өлшем бірліктері деп аталады. Оқулықтың 56-57 бетін ашамыз. Дәптерлерімізді дайындаймыз қасымызға, балалар. Келесі есеп. 57 бетіндегі 5-ші есеп. А бөлігін шығарамыз. Оқушылар, бүгін қарай қойыңдар. Сатушы 3 сатып алушыға 5 килограммнан, яғни 3 адамға 5 килограмм, 5 килограмм, 5 килограммнан есептеп картошка салды. Ал 4-ші сатып алушыға 15 килограмм картоп өлшеді. Сатушы барлығы қанша килограмм картоп өлшеді? Оқушылар барлығын табу үшін не істейді екенбіз? Қосамыз. Келесі дәптерге назар аудара қойыңдар. Ең алдымен 1-ші қазан деп күннің жадын жазамыз. Тақырыпты жазамыз. Аудан, нүкте. Ауданның өлшем бірліктері. Тақырыпты жазып болсақ, ортаға нөмірі 5-ші есеп. А бөлігін шығаратын болғасын, А деп жазып қойсаңдар болады. Шешу жауабымен шығарамыз. Міне, 1-ші 3 сатып алушыға 5 килограммнан әр сатып алушыға өлшеп салған. Сендерге қаптың суретін салып қойдым, міне. 5 килограммнан. Одан соң 4-ші сатып алушыға 15 килограмм картоп салды. Осының барлығын табу үшін бір-біріне қосамыз. Кері байланысты едус арқылы жолдауға болады.